Бүгін енді балдарыңның бір жасын жасап жатсыңдар, өмірде қадам басып жатыр, тұсауын кесіп жатсыңдар. Балдарыңның маңдайы ашық болсын, өздерің сияқты азамат болсын, биіктерді көрмемесін биіктерді. Енді жаңағы өлі жібімей, тірі байымайды дейді ол. Қатында айтып жатыр, Роза апамның айтып жатқан дұрыс. Әуелде осында Гүлпарида деген осы мамам, менің папам екеуі кішкентай күнінде алып кетті 2 жасында. Содан өздері солардың қолында үлкен болғаннан кейін барып, ай біз үлкейдік, мына балаңа ие бол деп Гүлпарида келген бұл. Осы үйдің мынау дейтін, менің қайным болмаса, Сәнебаш кім болыпты ол? Қайтып алам, апа қайтып алам. Болды, қайтып алам. Еркелетіп артына шығарып қойғанға мәз болып жүр ғой. Онда қайдағы тұрған шықсын. Әбеке, нотариустың адресін бер ал. Қайныма мың алғыс семьясына, отбасына оғанда айтып атамыз ғой бар уақытта. Бала шағаң қызығын көр, айналайын, қамдап жүресің, жақын жоқты деп. Ешкім алып кетіп жатқан жоқ ештеңені. Соны ертерек түсінген бала болу керек. Айналасын қамдап жүреді, Алла сыйласын. Балдары өсіп, көркейе берсін деп қоямыз. Жинақсын деп тілегін тілеп отырамыз. Ал енді жаңағы Гүлпаридада бұл жерде 20 жыл тұрған екен. Енді сол айтқан, жаңа әкемнің қолы тиген, сондай үлкен шаңырақ қой енді. Баяғыда үй алған уақытта айтады екен, жаңағы мұн жағына қара балың сатып алғанда десті. Сол айтпақшы, бұл үлкен шаңырақ деп есепке болады сол енді. Көршілер жақсы өте, жергілікті халық. Отырықшы елдер. Сосын жаңағы айтқан мамам таяғын сүйіп, столда отырып, тілегін тілеп сөйткен. Енді Гүлкаға бұйырып жатыр жақсылықпенен. Екеуің көркейе берің. Менің мамам мен папам сияқты үлкен атақты елге қатарларыңа сыйлы, жақсы азамат болыңдар. Арттарыңнан өздерінің ұрпақтарын бере берсін. Достарыңыздың алды болыңыздар. Ешкімнен кем болмаңыздар. Сендердің ата-анаға ұл да қыз да бәрі бірдей ғой. Ешкім ештеңені ешқайда алып кетпейді, бәрі қалады. Сондықтан да сендерге енді Алла бердім деп берсін. Әмин. Көркейе беріңдер. Ендеріңіз сау болсын, бүгін қолпаштап балдарды келіп отырған ағайын жақындық туыс сендерге де. Алла сыйласын. Балдарымыз өсіп өне берсін. Әмин. Ойларың көп болсын. Әмин. Апа, менің қуанғаным бар ғой, Гүлканың шаштар аза жұмыс істейтін болды деп қуандым да. Гүлка келіп дегенде. Ол енді жақсылыққа, жақсылыққа. Сол апа енді, бастағасын соңына үшін жеткізу керек енді ол деген. Болмайды ол деген. Жарты жылдан тыстап өтуге болмайды. Ал, Гүлка жақсы. Мына қоныс той деп жатсыңдар, құтты болсын, игі жетеріңе пайдаланыңдар. Кішкентайдың шашалу тойы, тұсаукесер деп, балалардың тойын жасап жатсыңдар. Саналы, білімді азаматша болып өссін, сіздерді қуантып жүрсін. Әмин. Рызық нәсібелерің мол болсын. Табыстарың мол болсын. Тек осы шаңыраққа жақсы қуаныштармен бас қосатын болып келейік. Ал құтты болсын бәрі де. Енді бәрі айтып жатыр ғой жақсы тілектерді. Соған қосыламыз. Сәнебаш құдағайына рахмет. Осы кісіден басқадан мақтамайды ғой мені. Жоқ, мақтауға тұрарлық адамсың ғой. Үйімізге келдің, дәміміз тарттың. Аталарымызбен бірге жүрдік, шетпеге дейін бардық. Иә, соны айтам ау. Мына Зояла әдіс екеу деген даже тойына шақыруды білмейді. Қалай мақтаймыз енді оны? Бәрін қамдап кетті ғой енді. Айтатын жоқ, иә. Көсейтіппен істейік дейді енді мына. Тәкенген соң ұрпағы. Қыз демей қамқорлап жатыр. Әрбір күн таң атқанда мен бүгін не істедім, мына нанды не үшін жейін деп отырмын деп. Ең болмаса пышақ қайрап сосын нан жейін деп айтатын маған. Ал енді бұл енді мына жастар отыр ғой мына жерде, соған үлгі болсын деп айтып жатырмын. Өте дұрыс, иә. Сондай сөздер өзім құлағымда қалды. Иә, ол кісі деген енді жасы деген мана айттық қой, 77-де екен сол кезде, да? Соның өзінде осы үйді салып жүр ғой? Иә, осы үйде. Ол кісі жоқтан қанша үйді салып кетті, ол бер жағында жастау кезінде ғой. Көргеніміз, иә. Иә, сондай ұрпақ болыңдар енді бәріңе де жұпысты болсын. Күйеу балдардың құлағына тек еркелеп жатып алмай жұмыс жасаңдар. Жақсылық, онда сен енді қозғалада үй сала беретін болдың ғой енді. Гүлка мына кішкене шашу қазандай.
үйдің тиісі бар десеші ана осы үйде саланаты ақсап тозған. Үй сала береді бұл үйге келген адамды ше. Сені жақсы жатқызбайтын шығар түрткілеп тұр. Енді қараңызшы, апалар көшіп келді, қалаға барды, неше үйге бардыңдар бұл жақтан. Неше үйге көшті ғой? Ойлай беріңдер енді ал. Үпашы, үпа да солай. Гүлкаларды істеп ертеңдегі үйдің түр-түрін алады, үйдің неше түрін аласыңдар алады. Қыздарына да қамқор болайын деп. Әдейі көшіп кетті дейсің ба? Қой. Өмір тұрмайды ғой. Иә. Өмір дейтін алдағы қарай жүре Сөйтіп деген үйді сала бересіңдер енді алла берсе. Öyle. Қоншықсыққанда бас қосып жатырмыз бәріміз. Шашалу той, сауыз той, жас той, қоныс тойдың бәрі басы бір қосылып. Қуаныш көп болсын, той көп болсын, осындай тойда кездесейік. Әмин. Жәмила, Жагөн. Қоныс құтты болсын. Үйлерінің қуанышқа толы болсын, тек той бола берсін, дастархандарың жақсылыққа жайдай берсін. Өсе беріңдер, өне беріңдер, көбей беріңдер. Тек аман есен жүре беріңдер, бастарың аман болсын. Осы үйдің үшін әдемі қылып әрлеп, көп қолдарың қол көмектерін беріп, көмектерін аямай жүрген құда-құдағай, жануарлар бәріне рахмет, сау болсын. Екі дүниеде жамандық көрмеңдер, дендерің сау болсын. Қуаныштарың еселене берсін тек. Аман болыңдар. Аяқ қолдарың бек көмексін. Айтқан кез. Сантехниканы ма? Сосын әрлеу жұмыстары Қытайда. Жамау жасқау бригадасы. Универсальный команда болады, сантехник де болады, бригадир де болады. Жаңа көрпек ішін алып келді ғой? Гүлка, көрпек ішін алып келді ғой жаңа? Оны да істейді. Через меня. Оң болсын, оң болсын. Сау болсын, Нұрланға. Күлпарида зам Сау болыңдар, рахмет. Нұргүлжан. крупный авиа алып Тосыңдай. Құрметті тойшы қауым, бүгінгі енді жақсылықпен Жәмиланың шаңырағына үлкен тойға қош келіп жатырсыздар. Жакон Жәмила, біріншіден қоныс тойларыңыз құтты болсын, іші құтты болсын. Осы үйдің салынуына, барлық жағдайлардың жасалуына, аппақ ақшаңқан болып, әдем болып тұруына үлес қосып жатыр екенсіңдер. Аға жеңеше, сіздің бригада екен. Сау болсын. Қолдарыңыз ет көрмесін тек. Жасап жатырған істеріңіз Алладан қайтсын дейміз. Осы үйде тек той болсын. Әмин. Ұл бала дүниеге келсін осы үйде. Тойдың басында болайық. Айтсын. Ал енді мына Ақмөрдің кішкентайдың бір жасы да құтты болсын, шашалуы, тұсау кесуі, дені сау болсын, жақсы азаматша болсын. Шашын алып жатырған, тұсауын кесіп жатырған аға жеңеше сіздердің жолдарыңызды беріп тек сіздер сияқты абыройлы беделді азаматша болып өсе берсін дейміз. Не айтамыз енді? Той-тойға ласа берсін тек. Осы үйде барлық қыздар тойлар бола берсін. Дастархан тойға жайылсын. Тек Жакон мен Жәмила табысты болып тек ары қарай көтеріліп, үбірлі-шүбірлі болып тек жүре берсін. Әмин. Айтқаны кез. мерекелі құтты болсын деп аман болыңдар. Жакон өзінше қара болса жүрегі ақ мейірімді азаматтың төрестік біледі. Басқа қандай екен қайдан біледі, өзім үшін ең керемет адамдардың бірі. Ал оң болсын, шығып жатқан балдарыңыздың жасы құтты болсын, қоныс тойларың құтты болсын, үйлерінде тек балдардың күлкісі кетпесін, өстек қалмалаған ағай тума шаңырақтарды күнде болсын.
болсын, қызықтағандарың бала болсын деп. Дастархандарың тойға жайыла берсін. Ойларың тойға аласа берсін. Кішкентайыңыздың ол беріп көп жасыңызда шығарсын. Үлкен азаматша болып өсе берсін. Діндік мамасы. Ақмөрдің діндік мамасы. Біріншіден, жақсылық, гүлта, қоныстарың құтты болсын. Ақмөрдің бір жасы тұсау дейсері, шашалы, бәрі құтты болсын. Той жалғасын талай берсін, аман болайық. Башамызға құтты болсын, оңды болсын ал. Гүлка, шәкөр, қоныстарың құтты болсын, кішкентайларына жасқа құтты болсын, шашалы. Бақытты болсын, балалық шағы болсын. Аман болайық. Ақмөрдің жасы құтты болсын, дені сау болсын, келін азамат болып өсе берсін. Дендерің сау болсын, барлықтарыңызға да той тілеймін. Тек амандықта, қуанышта өстіп, мерекелерде кездесе берейік. Қонақтар, той шоуын мына қанша дастарханыңызға келіп жатқандарыңызға рахмет. Бәріңіз үйлеріңізде той болсын, аман болайық. Осындай ақ дастарханда басымыз кездесе берсін дейміз. Жаңа айтқандай, атам мен енеме осы үйімізге үлкен көмегі тиген. Рахмет айтамын, үлкен рахмет. Сау бол. Амандық тілеймін бәріңізге де. Үйлеріңіз той болсын. Арғадай минеттемен ала берейін, шаштарды ашап, үй саламын деп. Ал барлықтарыңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің қуанышымызбен бөлісіп келіп жатқандарыңызға, баршаңызға мың алғыс, барлығыңызға да той тілеймін, дендеріңіз сау болсын, өйстіп ақ дастарханда қуаныштарда кездесіп жүре берейік. Ата-анама, бауырларыма көп-көп рахмет. Баршаңызға той тілеймін, аман болайық. Тойларын тойласын. Той